Сенбі алғыс айту күні. Бұл мереке біздің елде өсіп өнген ұлттар мен ұлыстардың қазақ халқына алғыс білдірумен көп ұлтты қоғамның бірлігін паш ету мақсатында бекіді. Ал қазір мазмұны кеңейіп жалпы ұлттық сипат алды. Осының мәнін әлеуметтанушы жас ғалымдар клубының тең төрағасы Эльмира Отар ханыммен талқыласақ. Эльмира ханым, қош келдіңіз біздің студияға. Ең әуелі алғыс айту күнін талқыламас бұрын біздің қоғамдағы алғыс айту деңгейін, мәдениетін қалай бағалайсыз өзіңіз? Әрине, алғыс айту күні ол маңызды дәстүрлі шара. Оның жыл сайынғы өткізілуі қоғамға, қоғамның ынтымақтастығына, бірлігіне, этносаралық бірлікке өте маңызды. Енді шынымен де жылдан жылға алғыс айту күнінің мәні өзгеріп жатыр дейді. Бірақ шын негізі түп негізі этностардың өзара бір-біріне рахмет айту, алғыс айту, бірге өткізген тарихқа үңілу, бір-бірін құрметтеу мақсатында басталған дәстүр негізгі идеясы. Бірақ осы жылы, яғни жұмысшылар жылы болғандықтан, бұл жұмысшылардың да осы құндылықтарға қалай әсер еткенін дәріптеу негізінде өзгеріп жатыр. Бұл әрине кез келген дәстүр шара заманға сай өзгеріп отырады. Ол жақсы тенденция. Бұл жерде алғыс айту күнінің... Демек, мұның о бастағы мазмұнынан ауытқуы, бұл оның мән мағынасынан нұсқан келтірмейді, керісінше дейсіз ғой? Керісінше оған жаңа мазмұн береді. Қарап отырсақ, ол жылдан жылға осы Қазақстандағы қоғамдағы құндылықтарды дәріптеу негізінде жүзеге асырылып жатыр. Бұл, яғни, халықтың ынтымақтастығын одан әрмен қарай бірігуіне, күшеюіне жол ашатын дәстүрлердің бірі. Кеше ғана енді мемлекеттік кеңесші айтты, этносаралық келісімді нығайту үшін бізге тың идеялар қажет деді. Сіздің ойыңызша, қандай шараларды қабылдауымыз керек, іске асыруымыз керек осы тұрғысында? Жалпы әрине бізде елімізде біршама этнос тұрады. Олардың ынтымақтастығын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Халқы Ассамблеясының рөлі зор. Біршама 30 жыл арасында, осы жыл 30 жыл толып отыр Қазақстан Халқы Ассамблеясына. 30 жыл арасында біршама шаралар, үлкен-үлкен жұмыстар атқарылды. Қарап оны сараптап айтып өтуге барады, бірақ уақыттығына байланысты жалпы ұсыныстарды айтатын болсам, меніңше бірінші мемлекеттік органдар емес, мен үкіметтік емес ұйымдардың бірігіп жұмыс істеуі қажет деп ойлаймын. Қазіргі кезде бірге жобалар, белгілі бір іс-шаралар ойластырып жұмыс істеу қажет. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында осы этносаралық мәселелерді, жалпы тіл дәріптеу, әрбір этносты дәріптеу, мәдениетті, ділді құрметтеу негізінде этносаралық жаңағы белгілі бір терминдерді қолдану, тілшілердің, ғалымдардың соларға мән беру керек деп ойлаймын. Сонымен қатар әрине білім беру саласы бізде маңызды. Мектепке дейінгі білім беру ордасынан бастап, яғни әрбір кезеңінде осы әрбір біздің мемлекетімізді құрайтын этностардың тілін, мәдениетін, ғұрпын ғаріптейтін, құрметтейтін белгілі бір шаралар жиі ұйымдастырып тұру керек. Себебі бізде көп этносты мемлекет болғандықта, ол жерлерде, яғни бір сыныпта, бір топта әртүрлі этностың өкілдері оқиды, білім алады, бірге, яғни бір-бірін құрметтеу, бір-біріне түсінушілікпен қарау. Біз көппіз, бірақ біз әртүрліміз деп біздің президентіміз айтқандай, осының бәрі дәріптелу керек деп ойлаймын. Сосын мысалға біздің жас ғалымдар клубының осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сарапшылық кеңесі базасында құрылды. Бұл жерде, яғни мақсаты ғылыми түрде сараптау осы қоғамда, біздің Қазақстан қоғамда болып жатқан процестерді. Осыны сұрайын деп жатқам, сіз енді жас ғалымдар клубының тең төрағасысыз ғой, нақты этносаралық қатынастарды реттеуде сіздердің рөлдеріңіз қандай болып жатыр? Біздерде негізгі осы этносаралық этносаясат, конфессия аралық мәселелерді зерттеп жүрген ғалымдардың бірге тоғыстыру, бір ұйымға бірге еңбек ету, аға буын жасап кеткен еңбектерін, ғылымдарын, сарапшылық идеяларды сақтау, сонымен қатар жаңа жас
буын бар, ғалымдар бар, олар шетелден оқып келуі мүмкін, Қазақстанда бітіруі мүмкін, жаңа әдіснамалар бар. Сол аға буын мен жас ғалымдар аралығында сабақтастық орнатып, осы еліміздің ынтымақтастығына, күшіне, бірлігіне бірге еңбек ету. Осы негізі жас ғалымдар клубының негізгі мақсаты болып табылады. Яғни бұл сарапшылық және ғылыми еңбекті дамыту, аға буын мен жас буын арасындағы сабақтастықты орнату болып табылады. Айта кететін болсақ, әрине Қазақстан Халқы Ассамблеясында өзінің жобалары бар, барлық білім ордаларында Қазақстан Халқы Ассамблея кафедралары бар, оларды өз еңбектерін жасап жатыр. Сонымен қатар жас ғалымдар клубының да өзінің жаңағы осы ұлт құру мәселесі, этнос аралық, конфессияаралық бірігу мәселелері бойынша жүргізген зерттеулер, белгілі классиктердің еңбегін осы қазақша ғылыми аудиторияға тарату. Біз қазір саммари жасап жатырмыз. Сонымен қатар осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының еңбегі зор, осы ынтымақтастықта солардың еңбек етіп келе жатқан ірі ғалымдарымызды дәріптеу, олармен жаңағы Қазақстан Халқы Ассамблеясы ғалымдары деген видеолекциялар, подкасттар сериясын жасап жатырмыз. Эльмира ханым, көп рахмет. Бүгін біздің студияға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, көкейімдегі сауалдарға жауап бергеніңізге.